Кенжебек отыр. Осман наймандағы болғысы көп езді, жаңа таптым жаза қысай, әуелі қазақша. Заман тастан беттің аттым сара, ішінен ел қаптағай шыттым дарға. Қолыма ол үшірмен домбыралы, келемін бір сүрінбей жеке дара, елгай бір компаниясының директорының орынбасары Тұрысбеков Даниил Қайрақұлына берілді. Құрметті қауым, ұмытылып қалар сара құраңыз бұл деп ақын сара уайым кешкен бүгінгі таңда ұмытылмай жас буынға үлгі өнеге болатындай өшпес із қалдырған Сара Тастанбек қызына тағзым білдіреміз. Жас буын атынан, ұрпақтардың атынан облыс және аудан әкімдігіне, облыстық мәдениет архивтер және құжаттама басқармасына мыңдаған алғысымызды білдіреміз. Және де бір арнауында оқуға рұқсат етіңіздер. Ақын Сараға. Мен бір балам қолыма қалам алған, суырып салма болмасам да өлең жазған. Жан дүниемді оңаша қалғанымда ақ қағазға әріппен ою салған. Дархан бабалардың дарын маған, сағынай мен Сара апам бір туысқан. Тастанбектің қызы ғой ақын Сара, Дүйсенбектен Сағынай қызы туған. Сағынайдың тұңғышы Жәрген татам, Сара апама жиені шөбере болам. Кенже Сақай Тастемір қыздары ғой, жетісудың саңлағы ақын болған. Сара апам жастайынан жетім қалған, жоқшылықтың өтінде мұңы шалған. Оның ішінде қолына домбыра алып, өлеңдер жырларын әнге салған. Басы дауға түскенде ақын қыздың, дастанында суреттелген тұзақ дейтін, жүрек сыры ашындым өлеңінде, армандаған арулар еркіндігін. Бір жан Сара айтысы елге мәлім, классикасы қазақ айтыс өнерінің, баурап алған махаббатын ел жұртының, ақын Сара атанған ел қызының. Бүгін Ақсу жерінде айтыс өтер, 165 жылдығын атап кетер, елбасымыз рухани жаңғыру деп, әдет ғұрып салт дәстүрге көңіл бөлер. Бүгінгі ұрпақ кешегіге рахым айтсын, көк байрағы қазағымның биік тұрсын. Ақын Сара секілді еш мойымай, ертеңіне әрқашан сенің жүрсін деген келеді. Құрметті қауым, сіздерге ауылдың алғысын сұраймыз. Дәстүрлерден тоқтамасында Сара Тастанбек қызының 165 жылдығына арналған Жетісудың сарасы бар қазақтың дарасы атты республикалық ақындар айтысы өтті. Жетісуды дүбірге бөлеген жыр додасына Алаш баласына танымал Балғынбек Имашев, Айнұр Тұрсынбаева, Сара Тоқтамысова, Жандарбек Бұлғақовтар бастаған айтулы 10 ақын сөз қағыстырды. Жансүгірдегі жыр мерекесінде ақындар қандай тақырыптарды тілге тиек етті? Бас жүлде кімге бұйырды? Тілшіміз айтып береді. Қазақы қанды тамырда тулатып, өлең сүйген ағайынды қызыққа қарық қылып, кәрі жасты шулатып, Ақсу ауданында айтыс өтті. Рухани жаңғыру аясында өткен бұл сөз сайысы даңқты дара қыз Сара Тастанбек қызының 165 жылдығына арналған. Аталмыш жыр мерекесін облыстық мәдениет басқармасы ұйымдастырды. Ал жүлденің жүгін көтеріп, қаржылай дем беріп отырған облыс әкімдігі.
Алматы облысында тұлғалар өте көп. Оның үстінде қазақ халқының төл өнері айтыс саласындағы ақын Сара Тастанбекқызының орны мүлде бөлек. Биыл халқымыздың қуанып жатқандығы, Сара апамыздың рухымен жүздесіп жатқандығы 165 жылдығының аясында атқарылып жатқан бүгінгі республикалық айтыс. Бұл республикалық айтысты Ақсу жерінде өткізіп жатқанның өзіндік орны бар. Өйткені Сара апамыздың туған елі, туған жері, соның рухымен жүздессін деген мақсат. Жыр додасы басталмай тұрып, зиялы қауым өкілдері Тастұғырдағы ақын Сараның ескерткішіне гүл шоқтарын қойып, рухына тағзым етті. Артынан көшпелі Сара музейінің көрмесімен танысты. Онда небәрі 38 жыл ғана өмір сүрген дара қыздың тұрмыста қолданған заттары бар. Ақынның өмірімен толық танысқан қонақтар арнайы қалмады. Елдік пен ерлікті, қоғамдағы түйткілді түрлі мәселелерді жырға арқау етті. Ал жетісу жұрты қоғадай жапырыла қол соғып, рухтанып отырды. Үлкен дүбір болып жатқаннан соң тыпыршы биде жата алмадық. Жамбыл атамыздың сөзі бар ғой, сол енді өзім жалпы ұнап жатыр. Үлкен ағаларымызбен артынан ілесіп шауып жүргенімізге өзім ағаларымыз жолымызды байламай, бетімізді қақпай, ол кісілерге де үлкен рахмет. Мұнымен қатар ел мен жер тарихын жырлаған айтыскерлер баһадүр батырлар мен айтулы ақындарды да жырға қосты. Жетісу жеріне шыққан дүлдүлдерді түгендеп сөз саңлағы Сараға жырдан ескерткіш тұрғызды. Мол мұрасын тілге тиек етіп, айтыс абыройын асқақтатты. Жыр додасы әзіл қалжыңға да толы болды. Әсіресе Балғынбек Имашев пен батыстан келген Мұрадым Мирлановтың айтысы көрерменді қыран топан күлкіге қарық қылды. Айтысқа Мемориалды музейінде 800-ден астам жәдігер бар. Бұл жәдігерлер өзінің жеке заттары Сараның өзінің туыстарынан алынған. Мысалы үшін домбырасын Мейрам Байтолықұлы тапсырған. Енді істігін машинкасы мен қайшысын өзінің қайынсіңлісі сақтап қалған екен. Музейге Биғайша Каукенбайқызының Ниетбай деген ұлы тарту еткен. Қалған жәдігерлерде тура осылай туғандарынан жиналып, жан-жақтан мұрағаттардан жиналып жатыр. Алғаш болып айтыс сахнасына қош жетісулық Жандарбек Бұлғақов пен Жалғас Садырұлы шықты. Ақындар Ақсу жұртының мерейін асырды. Кішкене төменірек түссеңізші, сіз түгіл жеңілді ғой Геннадийді. Орысша айтсам, өзіме тек победа, ал сізге поражение, желаю. Өтіп отыр деймін, жаңа көріп отырмыз, Айнұр бар, Жандарбек Бұлғақов жаңағы жақсы айтып жатыр. Осы жоқшылықты көрген, қиындықпен өскен, жаңағы әйел теңдігі үшін күрескен, сондай бір ұлы тұлғалардың бірі ғой. Біз енді бүгінгі ұрпақ сол кісіге тағзым келтіреміз. Не деймін енді? Мен емес, мен де көптің бірімін, менделердің міне қостық бірлігін деп жырлағандай, осы той ғана болсын қазақта, қазақ жерінде, Қазақстанда әрқашан қазақ баласы, қазақ қызы биіктерден ғана көріне берсін. Күл жеріктің ішінен оза шапқан шын мықтыны анықтау қазылар алқасына да оңай түскен жоқ. Бірінің сөз саптауы, екіншісінің суырып салмалылығы, үшіншісінің тапқырлығы тәнті етті. Дегенмен өнер бәйгесінде дүлдүлдер алға озып, қазылардан да көпшіліктен де әділ бағасын алды. Сөз додасының қорытындысы бойынша жүлделі 3-ші орыннан алматылық Сырым Әуесхан мен батыстан келген Мұрадым Мирланов көрінсе, Балғынбек Имашев 2-ші орынды еншіледі. Ал 1-ші орында Сара Тоқтамысова қанжығаласа, бас жүлдені Жандарбек Бұлғақов жеңіп алды. Жыргалды қасиетіңді айтып балам, кезім жоқ ақиқаттан тайып қалған. Поколение сегодняшнего дня благодарны тем поколениям, которые были ранее, и они развивали эту культуру. Мы смело можем сказать, что айтыс никогда не умрет, он будет развиваться. Умение излагать свои мысли красиво, глубоко и в рифму, а также искусно играть на домбре продемонстрировали 10 именитых...